Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауын бүкіл ұжым болып 77-ші мектеп ұжымы бір ауыздан тыңдадық. Жалақының өсуі деді 25%-ға, соған қарамастан 1 миллиард 1 триллион 200 миллион сом қаражат жұмсалады деді. Сонымен қатар мұғалімдер олимпиада дайындаған оқушыларды, халықаралық болсын республикалық деңгейде дайындаған оқушыларға стипендия және мұғалімдерге де өз премия ретінде төлеу керек. Бұл мұғалімдерді бізді де қуантып жігерлендірді деп айтуға болады. Әрине ғылым саласына, отандық ғылым саласына да үлкен назар аудару керек деген сөздерді айтты. Және осы реформаны жүзеге асыру үшін болашақ балаларды, ұрпақты тәрбиелеп жатқаннан кейін жақсы тәрбие беріп, білім сапасын арттырамыз деп айта аламыз.